Қазақстан ұлттық құрамасы Сан-Мариноға қарсы ойында кезінде Германия, Бразилия мен Нидерланд, Испания мен Португалия, Швейцариямен ойнағандай ойын көрсетті. Екінші таймда тіпті 70% допқа иелік еткен соң, басқа не дейсің? Шіркін-ай. Дәл осылай енді дәл сол Германия, Испанияларға да қарсы ойнасақ қой деп қоямыз дей. Құдай қаласа, оны да көрерміз. Ал қазір Қазақстан Еуроға баруға тағы да бір қадам алға жасады. Өздеріңіз білесіздер ғой. Әр ойыннан кейін біздің ел бір қадам алға емес, артқа жасайтын. Қазір бағытымыз тек алда. Жолдама алуға Қазақстан бұлай ешқашан жақын болған емес. Германияда өтетін жарысқа кейбіреулер тіпті сөмкелерін дайындап та жатқан болар. Бүгін біз жауапсыз соғылған 3 гол, бапкердің тактикасы және қандай қателіктер кеткен туралы баян етеміз. Одан әр ойыншыға да тоқталып кетпесек болмайтын секілді. Біздің демеушіміз ешқашан бәс тікпей аты кеңсе. Себебі біз берекелі дүние болғанын қалаймыз. Сіздермен бірге желаяқты арнасы және оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде арнама жазылып кетіңіз. Ерінбеңіз, сіздің қолдауыңыз өте маңызды. Өте қызықты фактілерге тоқталып өтейін. Өзім оқыған кезде таң қалдым. Сан-Марино елінде 33 мың адам ғана бар екен. Ол тіпті біздің ауылдағы көрсеткіштермен тең ғой. Тарих бойынша бұл ел бір-ақ рет жеңіске жеткен. Дәлірек айтқанда 2004 жылы жай жолдастық кездесуде Лихтенштейнді 1-0 есебімен ұтыпты. Ал одан кейін және оған дейін де жеңісті тек армандаумен болған. Жеңіс түгілі тең ойындардың өзі өте сирек. Тең ойындар түгілі голдарды да сирек салады. Жалпы 199 ойын өткізген. Оның біреуіне жеңіске жетіп, 9 ойында тең ойнап, 189-ында ұтылған. 28 гол соққан, 798 гол жіберіп алған. Бұл статистиканың барлық Қазақстанмен ойыннан кейін алынды. Рейтинг бойынша 211-ші, яғни соңғы орында. Осындай командадан ұтылсақ, масқарамыз шықпақ түгілі сенсация боламыз ғой. Сіздер дұрыс естідіңіздер. Португалия, Франция ұтылса емес, тіпті біз ұтылсақ, жаңалықтардың бірінші беттеріне шығамыз. Соңғы 10 жылында 9 гол салған. Оның біреуі 2010 жылы біздің қақпамызға. Міне қызық десеңізші. Ойынға көшейік. Еуроның іріктеу кезеңдерінің 3-ші ойыны басталды. Ойын Сан-Маринода емес, Италиядағы Парма қаласында өтті. Бастапқыда екі командада шабуылдар жасап, осал емес екендерін көрсеткісі келді. 18-ші минутта Асхат Тағберген ортадағы Максим Самородовқа пас береді. Ол қайырылып өзіне ыңғайлап соққы жасап көрді. Әрине жасаған соққысы жаман шыққан жоқ, бірақ сол жақта Вороговский бір өзі тұр ғой. Жападан жалғыз, қасында ешкім жоқ. 19-ші минутта Сан-Маринолықтар қапталдан шабуыл жасап, голды болуға мүмкіндік алды. Алайда ашық қақпаға жасалған соққыны Нұрәлі Әліп қайтарып, қақпаны аман қалдырды. 28-ші минутта шыны керек айып соққысының нүктесіне Асхат Тағберген тұрған кезде гол болып қалады-ау деп ойладым. Әрине қақпадан өте алыс. Алайда бұл Асхат қой. Данияға қарсы ойында бұдан да алыс жерден салды. Ал ордабасыда әрбір айып соққысы голға айналып жатты. Бәрі де жақын жерден соғылмаған. Алайда дәл ортаға тепкеннен соң қақпашы қиналмастан ұстап алды. Егерде бағытын сәл солға қарай бағыттағанда 100% гол деуге болар еді. Әттең-ай, әттең. 37-ші минутта Тағберген Вороговскийге әдемі пас шығарады. Пасын орта жолдан қорғаушы ұстап алам деп қателесіп, бәрібір сол пастың иесіне бергізеді. Вороговский асық бастаған теуіп гол салды. Жарайсың, Ян. Есеп 0-1. 42-ші минутта Сан-Марино тағы да қауіпті шабуыл жасап, соққы жасайды. Шацкий өз орнында. Ал мынаушы, бірінші таймға қосылған 1-ші минутында Берарди қайшылап тұрып сұмдық етіп тепті. Әрине аяғына дәл тимеген соң соққы жай болып қалды. Егерде қатыла болғанда гол болуы ғажап емес еді. Гол болса, барлық парақшаларға Сан-Марино гол салды дегеннен бөлек, сұмдық гол тамашалаңыздар деп тур үздігіне түсуде мүмкін еді. Құдай сақтап гол болмады. 49-ші минутта Быстров Исламбек Қуатқа әуелеткенін қорғаушылар шетке шығарып тастайды. Нәтижесінде доп Габушевке түсіп соққыға айналды. Өте әдемі соққы. Бірақ қақпаның маңдайшасына сәл төмен болғанда тамаша голдың куәсі болар едік. 60-ші минутта Оразовтан пасылған Самородов қапталмен келіп, ортаға пас бергені қорғаушының қолына тиіп кетеді. Пенальти. Және нүктеде Асхат Тағберген. Есеп 0-2. Шыны керек өткен жол пенальтиді Зайнутдинов тепкеннен кейін осы жолда солай ойлап едім. Жоқ, осы жолы капитанның өзі тепті. Осы жолы бермеймін деп айттым, сол мен тебемін деп айтып қойғаным болды содан кейін. Өзім тебемін деп пенальтиді. Пенальтиді орындағанда қалай таңдау болды ма жоқ? Жоқ, таңдау болмайды. Өзімнің бұрышым бар, сол бұрышқа ұрдым, сол гол болды. Сан-Мариноның қақпашысы доптың бағытын тапқанымен ұстай алмай қалды. Себебі соққы қатты болды.
Капитанның еншісінде пенальтиден гол және Вороговскийге берген таза ассист болмаса да, соған жақында нәтижелі іс бар. 85 минутта тағы да супер сәт. Бұрыштамадан келген кездейсоқ допты Арман Кеңесов тоқтатпастан теуіп қақпашыны сынап көрді. Артынша қорғаушылар доптан құтыламыз деп өз қақпаларына саудан сәл-ақ қалды. Соңғы 95 минутта сол қапталдан добылған жаңаған айтқан Кеңесов ортаға ығысып бара жатқан Бахтияр Зайнутдиновты көріп, соған пас шығарады. Бірден тебілген соққы қорғаушыға тайқып тисе де голға айналды. Тамаша! Осы голдың арқасында ол ұлттық құрамадағы бомбардирлер тізімінде тағы да жоғарылады. Көш бастауына 2 гол ғана жетпей тұр. Гол тамаша соғылды. Ал ассистше? Ол одан да тамаша. Соншама адамның ішінен дәл осы Зайнутдиновты көре біліп пас берген Арманға құрмет. Өз басым бере алмайды. Тағы да сол ортаға нақты мекен жайсыз көтере сала ма деп едім. Жоқ, дәл Зайнутдиновтың аяғына қойып берді. Жарайсың бауырым. Жалпы Қазақстан ұлттық құрамасы өте керемет ойнай білді. Басында неге Астанов, Зайнутдинов малы шықпады деп ойладым. Бірақ Сан-Марино ол келесі қарсыласымыз секілді мықты емес қой. Одан бөлек тағы бергенде де ертерек алып тастады. Жүре бергеннен не пайда, бәрібір ұпай еншімізде. Жалпы матчта 16 рет соққы жасаппыз. Оның 7-еуі қақпаға дәл бағытталған. Доп ұстау көрсеткішіміз 67% құрады. Негізі байқасаңыздар, Сан-Маринода допқа жаман емес елік етіп, шабуылдар жасап жүрді. Сөйтсем ол бапкердің тактикасы екен. Қорғанысқа жатып алған команданы шабуылдатқызбаса, олардың қорғанысы босаңсымайды. Задача была сделать так, чтобы они не чувствовали себя, как мы говорим, уютно. Да? Надо было 7-10% отдать мяча им, да? Поднять их оттуда из своей схемы, да, и потом уже давить и добывать результат. Енді жекелей барлық ойыншыларға тоқталып кетсем. Шацкий кейбір жерлерде сасқалақтап допты әрең ұстағандай көрінді. Мұндайды көрмейтін едік, сәл ойымдап қалдық. Маричкин аздап қателескендер болмаса, жалпы жаман ойнамады. Әліп көп кезде сауатты ойнады. Қателескенін көрмедім. Быстров дриблингте де жақсы жасады, пастарды да берді. Жалпы үздіктердің бірі. Тек допты қорқып ұстап жүретіндей көрінеді. Габушев қақпаның маңдашасына тигізген соққысынан бөлек көзге қатты түсе қоймады. Қателіктерді жасамады. Вороговский деңгейінің қандай екенін көрсетті. Бельгияның жоғарғы лигасына өткен ойыншыдан басқа не күтуге болады? Абзал Бейсебеков пен Исламбек Қуат барлық қара жұмыспен айналысты. Тоқтаусыз прессинг жасап, қарсыластардан допты алумен болды. Екеуінің арасында көзге көбірек Қуат түсті. Бірақ бұл кісі сәл баяулай қимылдайтын болып қалыпты. Кезінде жылдамдау, шапшаң болып көрінеді еді, қазір допқа әрең үлгеріп жатты. Асқат тағы берген. Кейбір пастары қате дерсіздер. Бірақ ол пастардың бәрі қауіпті болатын пастар ғой. 3 пасының біреуі шабуылға аттандырып отырды. Қапталдан қаптал ауыстырып жатқан кезде Тони Кроссты көргендей болдым. Баяғы ойындарына қарағанда сенімділікті толықтай алыпты. Айып соққысын салғанда тіпті сөзсіз үздік болары анық еді. Сан-Марино құрамасы оңай шағалар жаңғақ емес екенін көрсетті. Енді оңай қазіргі Еуропада футболда өзімізде дәлелдегендей оңай қарсылас жоқ. Енді өзімізді жігерімізді қосып, енді Қазақстан халқына осы жеңісті сыйлауға тырыстық. Енді жеңіске жеткенімізге өте қуаныштымыз. Қазақ елін жеңіспен құттықтаймын. Өзіміздің стадионда ойнағандай ойнадық. Бүкіл Қазақстан жанкүйерлерге келген осы Еуропада тұратын жаңағы жанкүйерлерімізге көптен көп рахмет. Өзіміздің үйде ойнағандай болдық Парма стадионында. Рамазан Оразовтың клубтық деңгейде практикасы аздығы ұлттық құрамада да білінді. Алдыңғы ойындарына мына ойын ұқсамайды. Доптан айырылып қала береді, не тағы да басқа қателікке бой алып жатты. Өзім бұл ойыншының ойынын Вераттиге ұқсатамын. Жақсылап талпынса болашағы жарқын ойыншы. Максим Самородов доп қаға алмай қалған ба түсінбеймін. Көп кезде допты дұрыс ұстай алмай қала берді. Ал былайынша жаман емес ойнады. Пенальтиде де алып келген осы ойыншы. Қосалық құрамнан футболшыларды айтайық. Зайнутдинов шыға салып ойынды өзгертті. Тоқтаусыз дриблинг, шабуылға аттанған пастар. Ақыр соңы гол салып та үлгерді. Бәлкім Асқаттан кейін осы Бахтиярды үздік деп айта аламын. Эта система работает. Асха мне дал там здание пробить, и он сам потом гол забил. Тут же он тут пробил, а я с игры забил. Ал жас талант Арман Кеңес бүгін таң қалдырды. Бұрын соңды бұл ойыншының ойынын көрмегенмін ашығын айтқанда. Алайда соңғы ойындарында голдарды салып, биікке өрмелеп жатыр деп естідім. Расымен де жас болса да сауатты ойнады. Альхамдулилlah, что я наконец-то дебютировал. Очень рад этому. Спасибо тренерскому штабу. И рад, что получилось отметиться, победить. И не передавай эмоций, я счастлив. Эльхан Асанов болса ойынға қатты өзгертулер алып келе алмады. Жалпы жаман емес. Габушевтің орнына шыққан Лев Скворцов та ойынды өзгерткен жоқ. Нашарлатпады да. Дәл солай Тимур Досмағамбетовті де айта аламын.
Әрине 10-15 минуттың ішінде өзін көрсету қиын. Ең бастысы олар қателіктер жасамай, ойынды сол күйінше сақтап қалды. Ойынға дейін қарсылас команданың бапкері не деп айтқанын білесіздер ме? Еуропадағы үлгі командаға айналып жатыр. Данияны кездейсоқтықтың жолы болып ұтасылған жоқ, деп мақтай түсті. Мынандай сөздерден кейін қалайша нашар ойнауға болады. Жалпы бүгін ұлттық құраманың ойыншылары өте жақсы ойнады. Мынау жақсы, мынау жаман деп ешкімді бөліп жарғым келмейді. Бұл жалпы менің ойыннан алған әсерім және де субъективті пікірлерім. Қазақстан алға. Сіздермен бірге желек арнасы. Маған қолдау ретінде тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Мен үшін ол үлкен көмек. Амандықта жолыққанша сау саламат.